BMS командасының бір мүшесі болып табыламын. Біз бүгінгі таңда Германияның Дортмунд қаласында Қазақстанның атынан ВРО-да RoboMission Senior категориясында өнер көрсетіп жатырмыз. Және де менің қасымда Мұхамеджар Исмаил деген менің командалас досым бар. ВРО маған жалпы әрине бірінші орында бұл үлкен тәжірибе. Өзім ойлаймын, болашақта өз мамандығымды осы инженерия, жалпы робототехника саласымен байланыстырамын деп. Жалпы Қазақстанда робототехника саласы жақсы дамыған, ешкімнен кем емес. Тек қана оқушының өзінің ынтасы болса, ол кез келген жетістікке жетеді деп ойлаймын.